Қосылайық жобасында. Құрметті көрермен, жарнамадан оралдық. Жандос ортада. Сыйлық кімге, Жандос? Балауса ханым, бұл сыйлық Заринаға, қолдаушыларға. Зарина, келіңіз. Оқи қойыңыз. Гаухар Тастай бағалым, Заринам, бүгінгі қасиетті жұма күнгі тілеген дұға тілектеріңізбен ізгі ниетіңіз қабыл болсын. Алла алар сауаптарыңызды, істер амалдарыңызды мол тауып, жұмадан жұмаға жетуді нәсіп етсін. Әр күніңіз тек бақыт пен қуанышқа толы болғайсыз. Әр қашан біздің жүрегімізде және дұғамыздасыз. Біз сізді жақсы көреміз, сүйікті қолдаушыларыңыз депті. Рахмет сіздерге көп. Алла разы болсын. Өте қуаныштымын. Иә, жайғаса қойыңыз. Иә, Әлішер, Аягөз, сіздерге сұрақ қойылған еді. Иә, сол енді Балауса ханым бізде енді барлығы тәтті, керемет болып жатыр. Енді біздің жаңағы үйдегілердің де бір дайындығы да бір тездетіліп жатқан сияқты болып көрінеді өзіме. Енді ана бізде қазақтарда бар ғой, мен тұрмысқа шығамын десе үйдегілер нетіп асығып ремонт жасайды ғой, бізде сондай атмосфера болып жатыр. Сіздің үйде басталып кетті. Иә, ремонт болып жатыр кәдімгідей. Соны күліп жатырмын ғой, мен үйленемін деп айтпасам ремонт жасамайсыздар ма деп үйдегілерге. Жалпы енді алдында бізде сол 2 күн бойы бір демалыста біз қонақ күткен болатынбыз. Сол кезде Әлішерге біздің атам келген болатын, ауылдан сол кезде попросить еткен болатын. Әлішер құлағы естімейді да, сол аппаратына барып өткізу керек болдық сол кезде. Әлішер барып келейікші деген кезде Әлішер сразу келіп, атамызды апарып сол жерге қайтан келіп деген сияқты. Сол кезде үйде болып қалған моментте енді кешкісін, ол кешкі уақытта болды. Мен ыдыс көп қой, енді бізде қонақтар келгеннен ыдыс жуу бізге қыздарға проблема ғой әйтеуір. Сөйтіп жуып жатсам, қасыма келіп жаңағы енді папам айтты ғой, енді Әлішерге кірсін, тамақ ішсін, енді ұят қой енді деген сияқты. Әлішер үйге кіріп тамақ ішіп, үйде барлығы бар. Енді Әлішер екеуміз кухняда әңгімелесіп отыр едік. Әлішер өзі ыдысты алып, ана жерге барып, ыдыс жуып, маған көмектесіп жүр. Бір қарасам, мен күліп жатырмын. Әлішер, мен өзім шынымды айтсам, Балауса ханым, шок болдым. Мен ондайды Әлішерден күткен жоқпын да. Енді өзі андай бір бүткіл бәрі ойлайды ғой Әлішерді андай салқынғанды, сондай абьюзер деп көреді ғой енді. Бірақ енді Әлішердің ішінде өте бір керемет жаңағы жақсы әке болатын, жақсы күйеу болатын етіп жатқанына мен өте қатты көзім жетті. Балауса ханым, сізге ыдыс жуысып көмектесу дейді, ол кез келген ер адам ондайға келіспейді. Бірақ өзінің жаңағы эго ұстамай, барынша келіп сізге жарайсыз Әлішер. Сізден ондайды күтпедім мен. Балауса ханым андай ғой негізі, шынымен де біріншіден мен енді қанша уақыт жалғыз тұрып қалған адамын. Енді ол маған мен шынымды айтсам, үй жинау, кір жуу, тамақ істеу мен үшін проблема емес ол негізі. Ол нәрсені мен бұған дейін де істеп келе жатқан адамда. Ертеңді андай қылып ойлайсың ғой, мысалы, кейбір жігіттер бар ғой, көкірегін соғатын, типа мен жақындамаймын, анау-мынау. Ертең сенің әйелің 2 қабат болып кетсе де істейсің ол нәрсені. По-любому істейсің мысалы да. Тура сол сияқты нәрсе, Құдайға шүкір, Құдайымыз таныған адамымызда, мен білемін да, жалпы сенің болашақ әйеліңе, жалпы әйеліңе сен қамқор жасауың керексің. Қалай болмасын да. Ол саған сауап болып қайтады деген сияқты нәрсе ғой. Сол сияқты просто жаным ашып кетті негізі. Шынымен жалғыз ғой енді, тәтесі кетіп қалды, көріп тұрмын. Ыдыс деген мынадан қонақ күткеннен білесіздер ғой, қыз балалары. Содан кейін тұрдым, әкеш дедім да, өзім бір пысықтығым ұстап кетті, ешқандай эго ештеңе болған жоқ. Алдымда тарсылап жуып тастадым, короче. Мәссаған, жарайсыз. Алдында айттым ғой, кезінде қатын болғанмын десең. Ой, Әлішер. Қалжыңдаймын. Жоқ, шынымен де сондай. Бірақ енді білеміз ғой, қонақтан кейін деген енді ыдыс тау болып үйіліп тұрады. Қыздар енді оны уайым ғой жинау деген. Қыздың жанын түсіндім сол кезде. Оңай емес екен ғой негізі сіздерге. Жандарыма шейін аман болыңдаршы. Келін болатындай жігіт екенсіз деп айтсам. Қыз болып туылмай қаптым да сол. Жақсы. Дұрыс сол, Әлішер енді ыдыс жуып жатсың зор негізі, тәтті әңгіме болып жатыр. Бәріміз қар күліп ырза болып отырық. Білмеймін, мына Нұрайға не болды, ауырып отыр ма или сіздердің тәтті әңгімелеріңіз болып жатқан кезде бірден мазасы қашып кеткен ше мына кісінің. Нұрай негізі жаңа мен тіпті ұмытып кетіппін. Сіз жылап қалдыңыз ба? Микрофон беріңіздер, қатысушылар, не болды? Жылап отыр? Нұрай? Не болды? Ішінен Балауса ханым сөйлемей ақ қойыншы. Сөйлем кеп тұрған жоқ. Не болды?
әділет қастарында отырсыздар ғой, білесіздер ма, не болды? Білмеймін, жаңағы ортаға шықпай қалдым бүгін деген сияқты ма, или уақыт жетпей қалды деп па, бірдеңе айтқысы келіп отыр, бағанадан бері жылап отыр. Қасымда отырған кезде көңілді отыр, бағанадан бері. Или осы жұпты көріп па. Қыздар білесіздер ме? Жаныбек? Болсам негізі бағана таңертең кішкене мен ренжітіп алған болатын Нұрайды. Сонымен кішкене сол нәрсе бар ма? Бағана да Ой, мынау болмайтын жерге кіреді. Негізі бұған емес сау деп отырмын негізі. Бағана оның алдында кішкене екеуміз сөзге келісіп қалдық. Может, содан шығар деген ғой. Негізі көп жағдай бүгін күні бойы екеуміз кішкене келіспей отырдық. Жәнібек, сіз өзіңізге көп алып жатқан сияқтысыз қазір. Екі рет алып. Соны Екі рет алып қойған сияқты ма? енді күні бойы көңілді отырып жоқ. әлішерлер шыққан кезде жылап қалғаны сізге қатысты емес Балса ханым, Аида? негізі ойын күлкі жарайды ол не ғой. Бірақ та мынандай нәрсе да, жаңа жарнамада жылап отыр екен да. Негізі обычно біз Нұрай екеуміз жақсы сөйлесеміз. Сол кезде мен сұрадым, Нұрай не болды? Неге жылап отырсың деген кезде, ештеңе деп қоймай қойды да басында. Мен айттым, ештеңеге қалай адам өзінен өзі причина болғаннан кейін адам жылайды. Ол без причины жыламайды деген кезде тұрды да просто Алишер мен Аягөздің видеосына қарап көңіл күйім түсіп кетті деп айтты. Кәдімгідей. Солай айтты шынымен де. Ортада Алишер мен Аягөз отыр, тәтті әңгіме айтып отыр. Жаңағы әдемі видео ғой, енді біздің Алишер енді көп жағдайда айтады ғой, қыздарды бүйту керек, қыздарды сөйту керек, сендер қыздар ондайсыңдар, сондайсыңдар дейді да. Бірақ іске келгенде мен Алишер үшін қатты қуанамын да, істің бәрін жасайды кәдімгідей. Сонда мақтап айтып жатырмын да мен Нұрайға. Сондай деп сөйтіп одан сайын көңіл күй түсіп кетті. Содан кейін жасы кәдімгідей тоқтамай қалды бұл қыздың. Нұрай, бәлкім жауап берерсіз. Өзіңізде ешкім сіздің ойыңызды, пікіріңізді жеткізе алмайды бәрібірде. Баласаған бақытты болсын. Бақытты болсын. Жақсы, Осыған негізі білмеймін мен жаңа Аиданың айтқанына ондай емес деп ойлаймын негізі. Ол болды, ол уже нәрсе. Жарайды, бұрында бір дүние болған екен деп қайтадан ол нәрсе бүйтіп қайта осыларға деген нәрсе менің ойымша қате сияқты. Бәлкім басқа нәрсе ойлап отқан шығар деген сияқты. Білмеймін енді. Ондай дүние емес деп өзім ойлап тұрмын негізі. Солай ма? Жақсы. Жалғастыра беріңіздер. Айтып жаттыңыздар. Иә, Баласахан жаңа енді видеода да көрдіңіздер ғой, жаңа қашан маған сөз саласың деген сияқты. Сөзіңізді бөлейінші Алишер, иә. Бізде соңғы белгі қалып кетіпті Ағеркенің қолында. Ағерке. Евро. Менің евром көп болсын, әумин. Әумин. Сол Баласахан негізі шынымен де жаңа айтып кеткендей, менде де ондай дайындық бар. Үйдегілермен сөйлестім. Уже кәдімгідей үйдегілерім көніп отыр. Кәдімгідей бұйырса той болатын бәрі уже шынымен де болды, айтылды оның әңгіменің бәрі. Менде де дайындық бар. Жаңа айтып кеткендей, негізі былай ғой Баласахан, қазір нақты айтамайсың да, күні мынау деп. Бірақ уже бұйырса сөз салу, сырға салу уже жақында болады. Алыс емес. Жоспарлап жүрсіз. Жоспарлап, ұйықтай алмай жүрмін мен даже. Бағанағы Еркеғалидің түсіне сіз кірсеңіз, менің түсіме күнде Аягөз кіреді мысалы. Кәдімгі уайымдаймын ше, қалай болады уже. Шынымен де үйлену деген нәрсеге келетқан сайын, шынымен де есейе дегесің ғой, уайымдай дегесің кәдімгідей қатты. Бірақ менен гөрі Аягөз қатты уайымдап жүрген сияқты, жандай, мә шынба не деп бір кейбір момент андай болады ғой, негізі ерте емес па деп бір шегініп қалатын моменттер де болады. Шын мен соны түсінбедім. Аягөз. Я негізі андай сезіп жүрмін да, ол нәрсе бір жақын арада болатын сезіп жүргеннен кейін бір неужели осы нәрсе шынымен болып жатыр менің өмірімде деген сияқты. Енді ол үйлену адамның өмірінде бір-ақ рет болғандықтан маған ол нәрсе қатты важны да. И менде андай переживание қатты больше бар да. Ертең шынымен де мен отбасы бола аламын ба? Бір сұрақ қойып аламын өз-өзіме арасында. Мен шынымен де тұрмысқа шығайын деп жатырмын ба? Алишерге толықтай енді сеніп тұрмын ғой Баласахан. Бірақ қандай қыздың бір қорқынышы болады екен, любой адамның бір қорқынышы болады. Ол енді бір ойнайтын зат емес болғаннан кейін бір уайымдайсың қатты ше. Алишер де маған сұрап қояды, енді шынымен қайта сұрайды да менен ше, шынымен сен маған үйленуге дайынсың ба деп сұрай береді. Мен айтам, қойшы неменеге сұрай бересің деймін да, мен шынымен де дайынмын деп нақты 100% дайын екенімді күнде айтам да. Енді былайша айтқанда енді арасында болып тұрады сондай қорқыныштар. Бірақ шүкір. Баласы болғаннан кейін енді болып тұруы мүмкін. Болып тұруы мүмкін. Главное сол енді ойланып қалмау керек.
Иә, соны айтайын деп тұрмын ғой, сол қорқынышы андайға айналып кетпесе болды да, шынымен ойбай жоқ деген сияқты қылып. Бірақ негізі жаңа айтып жатсыз ғой, прогресс жайлы. Бізде прогресс бар. Мысалы, ұрыссамыз, бізде ұрыспаймыз емес енді. Бізде ұрысып қаламыз, бірақ біздің Аллаға шүкір ұрысымыз шай орамал кепкенше ғой. Ұрысып қаламыз, потолок 1 сағат созылады, болды. Одан кейін қайтып достасып, сол моментте ақылдасып, сөйлесіп, күшті қылып кетеміз. Сол нәрсеге мен қатты қуанып жүрмін. Бұрында 1-2 күнге созылатын бұның ұрысы кәдімгідей кетіп қалатын, ана жаққа дейін. Қазір қаншаға созылады? 1 сағат. 1 сағат содан толасыз. Негізі біз сол нәрсені түсінбейдігімізді бағана айтқанда мен еркек мысым депші, ондай мен өзгерте алмайды екенсің. Осындай қамқорлықпен бағанағындай көмектесіп жіберіп, өзің ыңғайыңа келдіруіңе де болады деген ғой. Негізі сол тактика жақсы екен негізі. Енді Болсахан күшті кәдімгідей тәтті әңгіме болып жатыр. Енді сен Аягөз Алишердің ата-анасымен таныстың ғой. Сен Аягөздің ата-анасымен таныстың, біріңе танысып жүрсіңдер. Бірақ та ата-аналарың бір-бірімен танысты ма негізі? Ата-аналар бір-бірімен танысады, қашан мен сөз салып алайын, содан кейін болады. Кейін, просто енді бір-бірің үйінде жүрсіңдер деп жатқаным ғой. Жаңағыдай туысқандармен танысып жатсыңдар деген сияқты. Сосын сұрап жатқаным. Енді былай ғой, мысалы, главный біз танысып қойдық. Мен барып танысып қойдым, Аягөз келіп танысып қойды, уже онда тұрған ештеңе жоқ негізінде. Өйткені андай ғой, қалай айтсам болады, уже қазірден бастап шынымен үйленетін адам өзін жақсы жағынан көрсете беру керек. Үйдегілеріне де, бұл Аягөз мен үйдегілеріме деген сияқты қылып, что ертең тәтті шай болған кезде де, что біз уверен отырамыз да, болды деген сияқты қылып ше. А так ондай жаман нәрсе емес. Енді сол ата-анамыз танысып алғаннан кейін мен енді ата-анам да өздері рұқсат беріп жүр да, үйге келген сайын Алишер мысалға мені күнде үйден алып кетеді, осы жерге алып келеді, апарып тастайды деген сияқты. Сол кезде күтіп тұрған кезде, сыртта тұрып қалған кезде папам ішке кіргізіп шай бер деген сияқты әңгімесін айтқаннан кейін мен енді ондай жоқ деп нетпеймін ғой. Сондықтан бізге ол абсолютно нормально болып көрінеді. Енді басқа адамға енді ол жаман ерсі болып көрінуі мүмкін. Енді ата-анам жақсы қарайды ол нәрсеге. Бірақ араласып бір-бірлеріңізбен барынша Алишерді жақсы жағынан көрсетейін өз ата-анама. Алишер, сіз Аягөзді жақсы жағынан көрсетейін деп жүргендеріңіз өте ақылдылық деп білемін. Барлық жұптарымызға да осындай жұғысты болсын дегім келеді. Және де енді қатысушылар, менің жаңа енді байқағаным тіпті Мадинаға не болды? Нұрай, сізде жаңа жасырып қалдыңыз қыздар. Мадина? Бүгін сіздерде бір жылау күні ма? Не болды? Білмеймін қыздарға не болды, барлығын біз енді дүйсенбіге қалдырамыз. Құрметті көрермен, бұған қоса осы біздің арамызда жұптық қарым-қатынаста жүрген Сержан мен Ақеркенің паузасы қашан бітеді, және де дүйсенбі күні нақты бұл жандар қандай шешімге келді, бұл қарым-қатынас не бар